Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп үліпіл бассаңыздар қуанар едім. Достар, бүгін сіздерге жұмсақ, дәмі өте керемет бауырсақ жасап көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, сосын үстінен тұз, дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстінен 2 ас қасық майонезімізді салатын боламыз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен ашытқымызды салатын боламыз. Ашытқымызды салып араластырып, үстінен ұнымызды салып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз илеп болған соң, бетін жауып 1 сағатқа ашытуға қоятын боламыз. Міне біздің қамыр 1 сағаттан соң ашып болды. Ашыған қамырларымызды енді зуалаға бөліп алатын боламыз. Зуала етіп алған қамырларымызды енді жайып алатын боламыз. Қатты жұқа, қатты қалың емес етіп жайып алатын боламыз. Сосын видеода көрсетілгендей мен стақанмен кесіп алдым қамырларымды. Сіздерде егер дөңгелек қалып болса, сол қалып арқылы кесіп алсаңыздар болады. Кесіп алған бауырсақтарымызды үстін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Қызып тұрған отта майымызды құйып, орташа алауда пісіріп алатын боламыз. Барлық бауырсақтарымызды осылайша пісіріп аламыз. Орташа алауда барлық бауырсағымызды асты-үсті қызарғанша қызартырып пісіріп алатын боламыз. Достар, осымен менің бауырсағым дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, тіркеліп, коммент жазып, үліпіл қалдырып кетеміз.